Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге Амангүл. Бүгін үйдегілерге түскі асқа немесе кешкі асқа ұсынуға болатын, дәмі өте керемет болып шығатын мясо по-французски тамағын жасайтын боламыз. Ол үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең әуелі бізге фарш, майдалап туралынған картоп, жуа, болгар бұрышы және де ірімшік қажет. Сонымен қатар суымызға томат пастасын езіп, әдемілеп араластырамыз. Майдалап туралынған картопқа дәмін келтіру үшін өсімдік майын, тұз бұрышымызды қосып, жақсылап араластырып бөлек алып қоямыз. Фаршымыздың да дәмін келтіру үшін тұз және де қара бұрыш қосамыз. Тамағымызды жасауға кірісетін болсақ, табамызды әдемілеп майлап, манағы тұздалған картопты дөңгелек қылып, осылай барлық бетін жабатындай табаны орналастырып шығамыз. Картоптың бетіне фаршымызды жұқалап жайып шығамыз. Манағы томат пастасымен қосылған суымызды бетіне құйып, онан соң екінші қабатына тағы да картоптарды орналастырып шығамыз. Бұл жолы картоптың бетіне су құймаймыз, тек майонез жағып шығамыз, барлық картоптың бетін жабатындай. Және де ескертіп кетейін, суды көп құюдың қажеті жоқ. Сонан соң болгар бұрышын жуамызды және де ең соңында бетіне ірімшігімізді сеуіп шығамыз. Табамызды 180 градусқа алдын ала қыздырылған пешке 30-45 минуттай ұстаймыз. Мінекей біздің өте дәмі керемет картоп, фарш пен әдемі үйлескен мясо по-французски тамағымыз дайын. Бетіне осылай аскөк сеуіп ұсынуларыңызға болады. Сіздер де жасап үйдегілеріңізді қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.